Оңтүстік Кореяда нөсер жаңбырдан қаза тапқандар саны 18-ге жетті. Оңтүстік Кореяда бірнеше күн бойы толассыз жауған нөсер жаңбырдан кейін кемінде 18 адам қаза тауып, 9 адам хабар ошарсыз кеткен. Мыңдаған тұрғын эвакуацияланып, үйлер мен егістік алқаптар бөлініп кетті. Өткен аптада басталған жауын-шашын демалыс күндері күшейіп, кейбір аймақтарда бір сағаттың ішінде бұрын-соңды болмаған көлемде жаңбыр жауған. Қауіпсіздік және ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша 14 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Елдің 15 қаласы мен өңірінде тұрғын үйлерге, қоғамдық инфрақұрылымға және мал шаруашылығына елеулі шығын келтірілді. Ең ауыр жағдай Санчхон өзінде тіркелді. Мұнда 10 адам мерт болып, 4 адам із-түзсіз жоғалып кетті. Сәрсенбіден бері елдің оңтүстігіне 80-60 см аралығында жауын жауған. Сеулден солтүстік шығысқа қарай орналасқан Гапьон аймағында бір ер адам су тасқыны кезінде ағыспен ағып кетіп қаза тапты. Оның әйелі мен жасөспірім ұлы әлі табылған жоқ. Тағы бір тұрғын үй құлаған кезде көз жұмса 70 жастағы ер адам көшкін астында қалып қайтыс болып кетті. Зардап шеккен аймақтардан түсірілген видеоларда лай басқан ауылдар мен ағын су көліктерді ағызып әкетіп жатқан сәттер бейнеленген. Кванчжоу қаласында тұрғындар қоқысты жинап жатыр, ал әскерилер қалпына келтіру жұмыстарына көмектесуде. Жұма күні 4 адамның қаза тапқаны расталып, 1000-нан астам адам эвакуацияланған болатын. Құрбандардың бірі оңтүстік Чунчонға орналасқан Сосан қаласындағы 50 жастағы ер адам көлігі тасқын суға ағып кетер сәтте әйелмен хабарласып үлгерді. Йонхап агенттігінің дерегіне сүйенетін болсақ, 2000-ға жуық қоғамдық инфрақұрылым нысаны зақымданды, ал жеке үйлерге қатысты 2200-ден астам бөліну жағдайы тіркелді. 40 мыңнан астам аса үй уақытша жарықсыз қалды. Шаруашылықтағы жануарлар өлді.